Сәлем достар, бүгін біз мұнан әдебиеттік оқуды мына 90-93 беттен бастап нешінші бетке дейін оқи алады екенбіз, көрейік. Видео соңынша оқимыз. Болат тау беткейінен қол қорабын толтыра қарақат теріп қайтып келе жатыр. Тас төбеден аумай шақшиып тұрған күн таңдайды. Кептіреді жолда сұп-суық сарқырама өзен барды. Сол жаққа қарап еді. Бір топ бала шомылып, асыр салып ойнап жүр екен. Соларға барып қосылса, салқын суға сүңгіп алса, қандай рахат. Бірақ балалар қарақатымды талап жеп қояды ау, деп ойлады Болат. Апам одан тосап, қайнатам демеп еді. Оны балалардан қызғанған Болат қорабын оң жақ қапталдағы қалың егін арасына тығып етіп қайтарды. Алмақшы болды. Мұндай да бір белгі қою керек. Бірақ достар, мұна не бітет? Мен қана тоқтата тұрам, окей? Оларына мұна жерден бастып кете берейін. Бірақ бірдеңгені егін арасынан қуанып кетті емес. Достар, мұны бітейін деп жатыр. Менің осы видеоны қазір келесі жалғасында көресіңдер. Оған дейін оқи берейік. Қуанып кетті әлгі көлеңкені. Достар, мен бір жаққа видео біткесін мен бір жаққа баруым керек. Әлгі көлеңкені белгі етіп ыдысын қойып бетін шөппен бүркеді. Сөйтті де өзенге қарай жөнелді. Біраздан кейін Болат суға шомылып салқындап қайтып келе жатты. Бірақ ол қанша іздесе де ыдысында белгілеп кеткен көлеңкені де күн бетін бүркіреген бағанағы ақша бұлтты да таппады. Көз тұндырған жалпақ бұлтты да жалпақ егіннің ішіне